начали. Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар. Дәрістің тақырыбы полимерлердің жануы. Дәрістің мақсаты полимерлердің жану процесінің физика-химиялық заңдылықтарын зерттеу, полимерлі материалдардың жанғыштық көрсеткіштерін анықтау және бағалау. Бұл дәрісте полимерлердің жану процесінің теориялық негіздері, полимерлі материалдардың жанғыштығы және оның көрсеткіштері, жанғыштықты бағалау әдістері, полимер құрамының жануға әсері қарастырылады. Полимерлердің жануы өте күрделі физика-химиялық процесс. Полимерлердің жануы кезінде конденсерленген фазада полимердің деструкция, тігілу және карбонизациясының химиялық реакцияларымен қатар қарқынды физикалық жылу және масса алмасу процестерін біріктіретін өте күрделі физика-химиялық процесс өтеді. Полимерлі материалдар жанғыштығына байланысты бірнеше топқа бөлінеді. Сонымен, дәрісімізді қорытындылай келе, осы дәріс барысында полимерлердің жану ерекшеліктерін, жанғыштық көрсеткіштерін және оларды бағалау әдістерімен таныстық. Полимерлердің жану процесін зерттеу, олардың термиялық ыдырауы және жану механизмін түсінуге мүмкіндік береді. Полимерлі материалдардың жанғыштық көрсеткіштерін анықтау, олардың өрт қауіптілік деңгейін бағалауға және қауіпсіз қолдану шарттарын белгілеуге көмектеседі. Бүгінгі дәрісіміз осымен аяқталды. Сау болыңыздар.